Рафаэлло тортын жасаймыз. Ең алдымен корждарын дайындап аламыз. Таза ыдысқа 6 жұмыртқаны саламыз. Үстіне сәл-сәл тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қантымызды қосамыз. 6-7 минут аралығында масса өз ұлғайғанша және ақ түске енгенге дейін жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық қопсытқышты онымен араластырып, електің ішінде араластырып аламыз. Силиконды лопатканың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымызды төменнен жоғарға біркелкі бағытта жақсылап араластырып шығамыз. Қамырда ешқандай түйіршіктер болмағаны дұрыс. Қамырымыз дайын. 22 сантиметрлік формада 30 минут 180 градус аралығында пісіреміз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. 33-34% кілегейге сгущенка саламыз. Мен бұл кремге қант қоспадым, сгущенка қосқандықтан. Кокос стружкаларын саламыз. Біздің креміміз қоюланады. Енді творожный сыр саламыз. Кремімізді жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Суыған корждарды жеке-жеке 3 бөлікке бөліп алдым. Әрқайсысын ылғалдандырамыз. Сүт және сгущенка қосылған массада ылғалдандырып шығамыз. Содан кейін кремімізді жағамыз. Осылай 3 бөлікті бірге қосып тортымызды жинаймыз. Мен тортқа кокос стружкаларын септім әсемдеу үшін. Өздеріңіздің қалауларыңызша жеміспен әсемдесеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын. Ас болсын.